Қарағанды облысы білім басқармасы, Балқаш қаласы, номер 5 жалпы білім беретін мектеп. Қуанышбаева Мөлдір Алпысбаевна, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, 7 сынып қазақ тілі. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі сабағының 7 бөлімі Қазақстандағы ұлттар достастығы. Бөлімнің ішіндегі тақырып мәңгілік ел, бір тағдыр. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың еліктеу сөздері бойынша алынған білімін тереңдету, эссе жұмысын жазу барысында жазба жұмысының құрылымын сақтауға, сауатты жазуға дағдыландыру. Сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жылы лебіз, ыстық тілегімізді айтайық. Бейне материалды тамашалайық. Мәңгілік ел дегеніміз не? Ол туралы не білесің? Мәңгілік ел жалпы ұлттық идеясының маңызы қандай? Осы сұрақтарға жауап берейік. Мәңгілік ел дегеніміз не? Ол туралы не білесің? Елбасымыздың біздің бір ғана отанымыз тәуелсіз Қазақстан. Біз болашаққа көз тігіп, тәуелсіз елімізді мәңгілік ел етуді мұрат қылдық. Осы идеяны әрқайсымыз сезініп, өмірлік сабақ ретінде түйсек, осы жолда бар әлеуетімізді салсақ, 2050 жылы мұрат еткен мәңгілік елге жететінімізге сенімдімін. Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бағытымызға мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де мәңгілік ел деген сөздермен толыға түседі. Мәңгілік ел ата-бабаларымыздың сан мыңдаған жылдан бергі асыл арманы. Ол арман әлем елдерімен терезесі тең болып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Мәңгілік ел жалпыұлттық идеясының маңызы қандай? Президенттің 2014 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан халқына жолдауында мәңгілік ел бұл бүкіл қазақстандықтарды біріктіретін жалпыұлттық құндылықтар және еліміздің болашағының іргетасын құрайды деп жазылған. Мәңгілік ел ұлттық идеясының 7 басты құндылығы. Бірінші, Қазақстанның тәуелсіздігі және астана. Екінші, қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Үшінші, зайырлы қоғам және жоғары руханият. Төртінші, индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсім. Бесінші, жалпыға ортақ еңбек қоғамы. Алтыншы, тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы. Жетінші, еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және бүкіл әлемдік өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы. 2016 жылы 26 сәуірде Қазақстан Халқы Ассамблеясының тәуелсіздік, келісім, болашағы біртұтас ұлт атты 24 сессиясында мәңгілік ел патриоттық актісі қабылданды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мәңгілік ел патриоттық актісі бұл қазақстандықтардың біртектігі мен бірлігінің ауқымды да бірегей генетикалық бағдарламасы деп атап көрсетті. 2018 жылы президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауы мен ұлы даланың 7 қыры атты мақаласы шықты. Мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырақтың ұлттық идеясы, әрі бабаларымыздың асыл арманын, аманатын жүзеге асыру. Яғни мәңгілік ел болу, шектеусіз ғұмыры бар, тәуелсіз, тұғыры биік, ғылым білімі дамыған, бірлігі жарасқан қабілетті ел болу үшін болашақ ұрпағымыз осы негіздегі мықты идеологияны бойына сіңіруі қажет. Жақсы балалар, енді осы тақырыпқа берілген тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқып, мәңгілік ел идеясына кластер жасаңдар. Дескрипторы. Мәтінді оқиды, кластер жасайды, сұрақтарға жауап береді. Жақсы, келесі әдеби тіл нормалары. Өткен сабақта біз еліктеу сөзін өткен болатынбыз. Осыны еске түсірейік. Еліктеу сөзі дегеніміз не? Еліктеу сөз әртүрлі дыбысқа, құбылысқа, еліктеу және олардың бейнесін елестету мәніндегі сөз табы. Сөйлемде мәнмәтінде еліктеу сөздер көмекші етістікпен тіркесіп, бейнеге не дыбысқа еліктеу мәнін білдіреді.
Мысалы, осы бір жылдың ішінде Астана бір-біріне ұқсамайтын күн сәулесімен жарқ-жұрқ еткен сән салтанатты келіскен ғимараттар салынды. Сондай-ақ еліктеу сөздері жұрнақтар жалғанып, ол заттық, амалдық, қимылдық мәнде жұмсалады. Мысалы, мерекелік шараларда қазақ елінің көк байрағы желбіреп тұрады. Енді балалар, еліктеу сөзі сөз құрамына қарай екіге бөлінеді: дара еліктеу сөзі және күрделі еліктеу сөз. Дара еліктеу сөз дегеніміз бір ғана түбірден тұрады. Мысалы, тарс, күмп, жымын, тағы сол сияқты. Ал күрделі еліктеу сөз екі сөздің қосарлануынан жасалынған еліктеу сөздер дейді. Мысалы, тарс-тұрс, қисан-қисан, тағы да сол сияқты. Енді балалар, әдеби тіл нормаға сай тапсырмалар орындайық. Екінші тапсырма. Табиғат құбылыстары мен аң-құстардың бейнесін, дауыстарын елестете отырып, дара және күрделі еліктеу сөзге мысалдар жазыңдар. Дескрипторы мынандай: аң-құстардың бейнесін, дауыстарын елестете алады, 1 балл. Келесі, дара және күрделі еліктеу сөздерге мысалдар жазады, 1 балл. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңдар. Берілген мәтін мынандай: мен қоғамда қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болу керек деген сауалдың жиі талқыға түсіп жүргенін естіп жүрмін, біліп жүрмін. Болашағымызға бағдар етіп, ұлтты ұйыстыра отырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол мәңгілік ел идеясы. Тәуелсіздігімізбен бірге халқымыз мәңгілік мұраттарына қол жеткізді. Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі, мәңгілік ел ордамызды тұрғыздық. Қазақтың мәңгілік ғұмыры, ұрпақтың мәңгілік болашағын баянды етуге арналады. Ендеше, қазақ елінің ұлттық идеясы мәңгілік ел. Осы берілген мәтінге мынандай тапсырмаларды орындауымыз керек. Бірінші,